Сәлем достар, сіздермен бірге Нұршат. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмі өте керемет, дәмді болып шығатын кәуаптар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттарымыз дайындап аламыз. Ең алдымен бізге керек пияз, құйрық май, фарш, нан, тауықтың төс еті және дәмдеуіштер. Барлық құрамды мен видеоның астына описание бөлімінде қалдыратын боламын. Пиязымызды, нанымызды, құйрық майымызды, тауықтың төс етін барлығын жақсылап осылай дәл видеодағыдай турап аламыз және ет тартқыштың көмегімен барлығын өткізіп алатын боламыз. Үстіне чесногымызды да саламыз. Ет тартқыштың көмегімен барлығын екі қайтарадан өткізіп, жақсылап қолымызбен мыжғылап аламыз. Және үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, чеснок қосатын боламыз. Осылай қолымызбен жақсылап мыжғылайтын боламыз. Және дайын болған фаршымызды холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Кәуаптарымызды жасауға кірісеміз. Дәл видеодағыдай осылай шампурларымызға осылай қолымызбен жабыстыра отыра қоятын боламыз. Міне біздің кәуаптарымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште, яғни 200-300 градуста 15 минутта пісіріп алатын боламыз. Гарнир жасайтын боламыз. Ең бірінші қызып тұрған қазанымызға осындай майда бермешелімізді салып, жақсылап қызартып қуырамыз. Қызарып қуырылды, енді бөлек бір ыдысқа алып аламыз. Қазанымыздың астын орташа отқа қойып, үстіне май құямыз. Күрішімізді салып, жақсылап қуырамыз. 1 минуттай қуырдық. Енді жақсылап араластырып, үстіне жаңағы қызарған бермешелімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сонымен үстіне тұз саламыз, кішкене дәміне қарай. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетіне жауып, 15 минутқа бұқтырып, жай отта бұқтырып қоямыз. Саңырау құлақтардан да кәуаптар жасайтын боламыз. Бұның да жасалу жолы өте оңай, өте тез. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне тұзымызды дәміне қарай бұрышымызды саламыз және де осылай шампурларымызға тыға отыра қызып тұрған пеште 250-300 градуста 10 минутта пеште қалдырамыз. Сонымен біздің кәуаптарымыз дайын. Біздің дәмі өте керемет болып шығатын кәуаптарымыз дайын. Ешқандай да ресторандағы тағамдардан кем түспейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасалу жолы да өте оңай. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.